бірінші мен айтамын, сіздер қимылмен орындаймыз. Жақсы ма? Бірге айтамыз. Мейірімді жүрекпен, ақ пейілді тілекпен, амандасып алайық, бір жадырап қалайық. Жарайсыңдар, отырамыз. Жақсы. Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Оқушылар топқа мына жерге келіп, әркім бір-бір қарандаштан алайық. Сол қарандашта топтың саны жазылған, сол топқа қарай отырамыз. Қане, жайлап келе береміз. Келin. Келin. Bir қарандаш алып, неше бір болса? Bir болса, көшеміз. Сен көшпейсің бір болса отыр. Сен үшке көшеміз. Үшке көшеміз. Үшке отырсаң отыр. Ал бұтымызын еске түсіріп алайық. Алдыңғы тапсырманы еске түсіріп алайық. Ол үшін мен сендерге жұмбақ жасырамын. Білгендеріміз жайлап қойып өтереміз. Өзім айтамын, сен айта алайын. Жақсы ма? Шуламаймыз оны, білеміз ғой, ә? Жақсы. Мен жұмбақ жасырамын. Өткен тақырыпты еске түсіру мақсатында. Жұмбақ. Bir ұспақ көкте самғайтын, қанатын қаға алмайтын. Шуламаймыз, орнымыздан тұрып айтамыз. Тұрып айт. Ұшақ. Ұшақ. Көкте самғайды дейді. Ұшақ, тікұшақ. Аспанда шама? Солай айтып беремін. Жақсы. Енді жұмбақ жасырамыз. Шуламаймыз. Ақ шатырлы бір қала суда жүзіп. Кеме. Шуламаймыз деп айтып. Кеме, жақсы. Жарайсың. Орнымыздан тұрып айтамыз болай. Ешқандай отырып шулағы болмайды. Bir-birine қарай үйлер тіркесіп, қара тұлпар жүр, әрі-бері поезд. Жарайсың. Жақсы. Көше бойлап аяңдайды, адам тасып аялдайды. Айтамыз. Автобус. Жарайсың. Жақсы. Өткен тақырыбымыз бізде кеме жасау еді. Кеме жасау. Бұл жерде транспорттар жайлы айтып тұр. Оқушылар транспорт мысалы, су транспорты, жол транспорты, әуе транспорты және теміржол транспорты. Теміржол транспорты дегеніміз бұл поезд, теміржолда жүреді ғой. Әуе транспорты дегеніміз жаңағы ұшақ дедік. Ұшақлар әуе транспорттарына жатады. Жақсы. Жаңа тақырып бізде оқушылар кірпі. Бүгінгі тақырыбымыз кірпі жасау болады. Кірпі жасаймыз. Бүгінгі сабақта оқу мақсаты материалдар және құралдармен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасымен танысу және өзінің жұмысын таныстыру. Бүгінгі жұмысымыз жаңағы қию нелермен байланыстырылған үшін материалдар және құралдармен жұмыс істеуге қауіпсіздік ережесін үйренетін боламыз және жұмыс жасаймыз. Сондай-ақ өз жұмыстарымызды таныстыратын боламыз. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты бүгінгі осы. Кірпі жайлы кішкене сізге не беру өтейін, мағлұмат беру өтейін. Кірпі бұл жаңағы жабайы жануарлар тобына жататын жануар және ол өте айлакер және ақылды болады деп алған. Сондай-ақ ол біздің неде кірпі ақылды және айлакер жануар дейді. Ол жабайы жануарлар тобына жатады және ол біздің планетада 15 миллион жыл бұрын пайда болған. Және ол кірпілер неде балшықта және су жер болмаса барлық жерде жасай беретін. Тек қана балшықпен сулы жерлерде ол жаман көретін кірпілер. Кірпінің жасау ұзақтығы дейді, өмір сүру ұзақтығы 5 жыл. Ал егер үйде қолда сақталса, болмаса жаңа хайуанаттар бағында асыралатын болса, олар шамамен 10 жылдай өмір сүреді. Өмір сүру ұзақтығы 10 жылға созылады. Ал бірақ сөзді қойып отырамыз қолда. Ал бірақ бұлай өмір сүру ұзақтығы менің кірпінің 5 жыл екен болады. Енді оның денесінде дейді, кірпінің денесінде 10 мыңнан астам ине болады. Бұл инелері бір жылдан шығып отырады және тез-тезден жаңарып отырады. Инелері түсіп не болады екен, қайтадан орнына шығып отырады.
Оларда қысқы ұйқысы дейді 128 күнге созылады екен. Қысқы ұйқысы 128 күнге созылады және жаз мезгілінде дейді сол кірпілер жаңағы май жинап, күш қуат жинап алмаса, жаздың кезінде семіріп, әл-ауқаттанып алмаса, ұйықтау барысында өліп қалуы да мүмкін екен балалар. Себебі арық болса, жаз мезгілінде дұрыс тамақтанбаған болса, сол ұйықтап жатқан кезінде қайтып оянбай қалуы да мүмкін екен. Себебі ешқандай ода азықтық зат жоқ қой ішінде, сол үшін өліп қалуы мүмкін екен. Жақсы. Ұйқы кезінде дейді, жүрегі минутына 20-60 рет соғады екен. Ал былай күнделікті бояу жүрген кезінде 180 рет соғады екен жүректері. Олар дейді, өз інінен алысқа кетпейтін жануарлар екен. Өз інінен алысқа кетпейді және түнде көп жүреді екен. Түнде көп жүреді және өз інілерінен алысқа кетпейді екен. Жақсы. Олар дейді және кірпіні түсті жақсы ажыратқанымен көзі дұрыс көрмейді екен бала. Кірпі түсті ажырата алады екен, бірақ көзі дұрыс көрмейді екен. Бірақ есте сақтау қабілеті мен иіс сезу қабілеттері жақсы дамыған. Есінде жақсы сақтайды және иісті жақсы сезеді екен. Кірпі жайлы біз кішкене болса да мағлұмат алып алдық. Енді осы кірпіні бүгін сабақ барысында жасайтын боламыз. Мысалы біз басқа сабақтарымызда, мысалы күнделікті жаңағы еңбек сабақтарымызда не аламыз? Тек қана түс қағазбен жұмыс жасаймыз бір күні, бір күні тек қана еңбек сабағымен жұмыс жасаймыз. Ал бүгін болса барлығымен жұмыс жасалады. Себебі бұл кірпіні әртүрлі жұмыс жасау бізде тапсырылған. Мысалы бір топқа жаңағы түс қағазбен болса, келесі жаңағы еңбек сазбен, болмаса жаңағы дән дақылмен дегендей, болмаса кетірмен, әртүрлі затпен жасауға болады екен жаңағы кірпіні. Соны бүгін барлығымыз не алып барлық әртүрлі заттан жасау жолын үйренеді екенбіз балалар. Жарайсыңдар. Мен тақта нені жазып жіберейін. Тақырыпты сосын тапсырмаларды беремін. Көргендеріңіз бар ма? Бірі сүйкімді бірі сүйкімді, бірақ ұстауға қорқынышты себебі болады, инесі өте көп. Ұстауға қорқынышты. Жақсы, жарайсыңдар. Енді міне кірпіні қараңыз. Көрініп тұр ма балалар? Міне кірпіні нағыз енді орманда жасап жүрген кірпілер осы ойында. Тікені өте көп. Мынау енді сіздер сияқты балалардың не алғаны? Жасаған кірпілері, түс қағаздан жасаған, мынау фетр деген болады. Қазір көрсетемін ол фетрді. Содан жасалған екені. Мынау суретін салған екен. Сондай-ақ жаңағы не? Кірпі не қылды? Нені жақсы көреді? Жеміс жидектерді жақсы көреді олар. Шына бетеді. Сабараула, шие, алма, алма. Олар соларды жегенді не қады кен? Жақсы көзінде кен жарайтындар. Енді оқушылар, барлық сабақтыға айтып өтеміз. Барлық кезде де айтып өтеміз. Себебі біздің сабағымызда жұмыс жасау барысымыз солай жаңағы қайшымен, желіммен және еңбек сабақпен жұмыс жасаған кезде не істеуіміз керек? Қауіпсіздік ережесін сақтауымыз керек. Иә, дұрыс айтасың. Қайшыны дұрыс пайдалана білу керек. Мысалы, қайшымен жұмыс жасағандар дейді, сақ болу керек. Сабақ сайын айтамын да, қайшыны ашық қалдыруға болмайды. Және қайшыны ауызға салуға, бетке тигізуге болмайды. Қайшыны жолдасына ұсынғанда сақ жағымен ұсынамыз да, сақ жағымен ұсынамыз. Жақсы. Желімді ашық қалдыруға болмайды. Желім кеуіп кетеді, қатып қалады, жарайсың. Ал сұйық желім болса, ол не істеуі мүмкін? Төгіліп қалуы мүмкін. Желімді иіскеме, тіліңді тигізбе дейді. Ол не қылады? Желімді иіскесек, тілімізді тигізсек. Асқазанымызды жаралайды. Желіммен ермек сазбен жұмыс жасап болғаннан кейін дейді, қолды не қылу керек екен? Міндетті түрде жуу керек екен балдар. Себебі желімде жаңағы ермек сазда химикат
Hatta қолдарымыз жаман болып қалады, жарайсыңдар. Осы қауіпсіздік ережесін сақтай отырып, бүгінгі жұмыстарымызды жасаймыз оқушылар. Келесі тапсырма топтық жұмыс болады. Топтық жұмыс. Біз топтық жұмыс дегеніміз әр топқа бөлініп отырмыз ғой. Енді сол топ болып не істейміз? Бір жұмысты жасайтын боламыз. Топ болып бір жұмысты жасап келе алады. Топтық жұмыстың несі? Жасырын тапсырма дейді. Енді бұл жерде мынаны мен сендерге тапсырма жасырып алып келдім деген. Осының ішінен әр топтан бір оқушыдан келеміз. Сен келеміз. Мынаны топтан сен жетіп келе ғой. Үшеуміз қалаған тұратымыз. Қалағанды аламыз. Әркімді қалағанды өзін алсын. Ішінде тапсырманы жайлап ашамыз да ішіндегі тапсырманы оқимыз. Кірпіні ермек саздан мүсіндейді. Ал үшінші топ не істейді екен? Кірпіні ермек саздан мүсіндейді. Жарайды, отырамыз. Ал кірпіні түс қағазбен жапсырмалайды. Ал екінші топ кірпіні түс қағазбен жапсырмалайды екенсіңдер. Жарайсыңдар. Үшінші топты оқимыз. Бірінші топты оқимыз. Оқы. Қатты. Кетірмен жапсырмалайды. Жарайсыңдар. Міне, бірінші топ кетірмен жұмыс жасайды екен. Екінші топ түс қағазбен жұмыс жасайды екен. Үшінші топ ермек сазбен жұмыс жасайды екен. Оқушылар тапсырмамыз белгілі болды. Тыныш қаламыз болды. Енді мен сендерге киіз сияқты жұқа жеңіл жасалған матасы. Киіз сияқты. Бұдан жаңағы әртүрлі заттар жасауға болады. Ертең жоғары сыныпқа өткеннен кейін көресіңдер. Киіз үй жасайсыңдар, теке бет жасайсыңдар, түрлі заттар жасалады бұндардан. Енді бізге тек қана кірпіні жасауды тапсырмаға беріп қойдық. Енді мына жерді қараймыз. Неден жасалған мынау? Түс қағаздан жасалған, жарайсыздар. Енді жаңа үшінші топтікі ол жаңа неден жасалған? Ермек саздан жасалған. Ермек саздан жасалған да бар, қазір көрсетемін. Жақсы, олай болса мен тапсырма сіздерге не беріп шығайын. Мына қағазды ортаға қоямын. Қазір менің үлгісін беремін. Кірпінің үлгісін беремін. Соған қарап не істейміз? Әуелі сызып аламыз, кейін қиып аламыз. Сендерге түс қағаздан жасау еді. Мынаған қарап, арғы топ мынаған жасаймыз. Екінші топ түс қағазға қарап жасаймыз. Қазір үшінші топқа оларға да береміз. Енді бір ермек сазбен жасау емес, сіздерге үлгі үшін ермек саздан жасалған кірпіні алып келдім. Енді осыған қарап отырып, ермек саздан топтасып отырып біреуін жасаймыз. Жақсы ма? Әркім өз алдына біреуін жасамайды. Дәл осындай қылып бір кірпі жасап шығарамыз. Қазір мына нені беремін. Денесіне жабыстыратын тікенді қазір беремін. Соған қарап жасаймыз. Қарап. Иә, сізді әуелі несін неғып алып. Екінші топ тұсқаға үлгісін беріп қойдым. Мына не білдім? Тұсқағазымызды ашамыз да далаға бөліп. Иә, ашамыз. Өздеріңізге ыңғайлы тұсты ала берің. Біреуі болады балдар. Соған қойып, мынаны істейміз. Сызып аламыз. Жақсы сөз балдар. Қағазды үнемдеуді айтып жүрміз сіздерге, сабақ сайын айтамын. Сызған кезде жаңағы үлгімізді қағаздың шетіне қойып сызуымыз керек. Себебі қағаздың ортасына қойсақ, қағаздың айналасын ішіп қалады. Зая болып қалады. Сол үшін қазір мынағыз сен көзіне дөңгелек ана қарадан мынаған не көзіне қарап дөңгелек бар ғой, соны мынаның жаңағы несімен дөңгелегін не қылып сызып алып қиып дайындай бер. Қазір мына сызып бергеннен кейін қалған қыздар не істейді? Қияды. Жақсы, енді мына үш топтың тапсырмасы. Хедер дегеніміз жаңағы мынау мінекей, мына қарап міне әртүрлі түсу болады мұнда. Қағаз сияқты мұнда түсу өте көп болады балдар. Міне мына қарап. Енді осының ішіне біз
Қоңыр түс пен сары түсті не істейміз? Таңдаймыз, Енді қазір үлгісін беремін сіздерге. Қиып алуға, сызып алуға кейін қиясыңдар. Соған қарап, үлгіге қарап не істейсіздер? Сызасыңдар. Мына жаңағы қарандашпен, ручкамен сызып шықсың ба? Қаламсақпен. Бар ма? Кімде ручка? Қою жазатын. Hadi болды дұшпанымыз тапсырманы бастаймыз, балдар. Тапсырманы бастаймыз. Енді кірпіні жасау үшін бізге не керек болады? Күнбағыс керек болады екен, мен сіздерге арнайы алып келдім. Қазір бұны қиып алдыларыңа беремін. Алдымен кірпінің несін жасап аламыз. Содан кейін барып денесіне ұсын жапсырмалаймыз. Соны жапсырмалау үшін мынаны қазір сіздерге дайындап беретін боламыз. Сызып алыңдар. Жарайсыз. Енді қолымызды байқау тұрып не істейміз? Қиып аламыз. Басын жасайын. Екінші қоттың өдене қарады. Байқа қолымызда. Қорқпай қия берді. Қағаз қиғандай ғой бұлда. Қолдарының күш келе бермейді оның. Қия бер. Бойынша қия бер. Жарайсыңдар. Қалған тоқтар үстін жатып жасағансыңыздар. Жарайсыңдар. Келей жаға бер, жаға бер. Жағылып қалмай бер. Дәл ортаға жатырамыз. Тегіс болсын балдар. Жарайсыңдар. Жаңа көзді қидық па? Көзді. Жарайсың. Шамал, төмендеу жақсы көзі. Не істеге, мына жерге қара жасаймыз балдар, тұмсығына қарамыздай. Басып сыздырып аламыз. Жасын тұшпаңдар, жасын тұсына, астына жүрмесе демейді. Boyunca hiç dursa, siz görüntü mü ne kişinin görüntü? Yani. Kolumuzu yıkayayım, yaraysın ne yapışın? Ya. Yaraysın ödeyeceksin yani. Енді мына қай жеріне жапсырамыз мынаны? Мынау не деп ойлайсың? Көзі. Тақтаға қараймыз, қай жерінде тұр көзі? Жоғарылауда тұр екен, жапсырамыз. Сен екінші жағын несін жапсырмай, жасын қиып алып жүрмін. Мына жерге жапсырмайсың ба енді? Жасын қайда?
дайын. Жақсы жарайсыңдар. Екі күнде барамыз ба? Саған жұмысын көрейік және бағалар өтейік. Қандай жұмыс сен айта алшы? Қатты айтқанды. Біз бетімден күні жасадық. Жарайсың. Күлпі. Сүйкімді ма, сүйкімсіз ба? Сүйкімді. Сүйкімді, жақсы. Қалай қидыңдар? Үлгімен пайдаланып қидыңдар, жарайсыңдар. Енді түстерді айтып жүрші маған. Денесі қандай түс? Қоңыр түс. Ал? Басы? Сары түс. Көздері қара. Енді мұны тобымызда барлығымыз бірге жасадыңдар ма, бірге жасадыңдар? Барлығымыз бірге жасаған екенсіңдер, жарайсың. Шетке тұра бер. Айта алсың. Қағаздан жасадық. Жасадық. Топ болып жасадыңдар ғой, түс қағазда? Жасадық. Бір оқушы не істеді? Сызды, мұқиды, көзін және жасады және шөптерді сабыңдар, жарайсыңдар. Ал сен айтшы қане? Ермек саздан не жасадың? Алма жасадың ба? Кірпі жасаған екенсіңдер, жарайсың. Ал қандай қиыншылықтары болды ма? Кішкене болды. Қалай, не істеді? Қай жерінде қиыншылық болды? Денесінде. Денесінде? Денесін жаңағы ермек саздың үстінде өткен кезде қиыншылық болды ма? Жақсы, енді мына үстінде ағарып тұрған не заттың? Саңырауқұлақ. Саңырауқұлақ? Ол жарайсың. Кірпі саңырауқұлақ жақсы көрді ма не? Жарайсың. Міне, 3 топта оқушылар тапсырмасын өте жақсы орындаған. Міне, 1-3 топтікі Петрмен еді, 2-3 топтікі Түсқағазбен еді, міне 3-3 топ ермек сазбен үстінде еді. Жаңағы тұрмақыстан пайдаланып, жасаған, екеуін жасаған бұрын кішкентайға жасаған, екеуі болып жасаған екен. Жарайсыңдар. Әр топты бағалап жібереді оқушылар. 3 топта тамаша десек бола ма? Себебі 3 топтың да тапсырмалары өте жақсы ма? Жарайсыңдар. Тамаша. Жарайсыңдар. Бұл өте жақсы. Орнымызға отырамыз. Не істейміз? Енді кішкене не істеп алуымыз керек? Сергіп алуымыз керек. Барлығымыз білеміз, жарайсыңдар. Сергіп алу үшін біз кішкене әуенге билеп аламыз балдар. Жақсы ма? Оқушылар, енді келесі тапсырмамыз жеке тапсырма. Жеке тапсырма дегенді білеміз ғой. Әркім өзі орындайтын тапсырма. Жақсы ма? Әркім өзі орындайтын тапсырма. Енді қазір кірпіге жеміс жинау әдісі дейді. Оқушылар кірпінің үстіне жеміс жидектердің суретін салады. Жаңа айтып қоя, кірпі жеміс жидек жақсы көреді деп. Сол үшін дайын кірпіні қазір мен сендерге таратып беремін, дайын кірпі бар. Енді соның үстіне сендер жеміс жидектердің суретін салып тез-тез істейміз. Қарандаш пайдаланамыз бұл жерде. Қарандашпен бояймыз. Әркім өзі жұмыс жасайды енді. Жақсы ма? Міне. Әр топқа бөліп беремін. Дайын кірпінің суреті. Осы енді балдар бұл жерде түсініп өтетін зат мынаған кірпінің суреті тұр ғой. Кірпінің бірден бояп тастамаймыз. Сен үстіне қазір не істейміз оны? Сурет саламыз. Біз оны бояп тастасақ, үстіндегі жаңа салған қалмаларымыздың, албырттарымыздың суретіне алмай алады. Соны бер алады. Сол үшін боямай тұрып, үстіне не істейміз? Жаңа жеміс жидектеріміздің суретін салып аламыз. Бастаймыз. Апа қимайды. Жоқ, қимайды, не алады дейік? Дайын.
Üstüne salamız bana, denizin üstüne salamız. Bastan dönmem da bastan. Kabin durmasın. Sen uşak tutamıyorlar, yine Allah'ın zürriyeti durur mu ki? Sonunda siz boyayınız hep soğuşsun, boyayınız siz. Siz soğuşsun, boyayınız. Ha, bu güzelsin bak şu tamam. Şu çok. Ne butacaksın? Tamaşa. Alacaksınız. Butacaksın ki. Tamaşa. Aldı, şu aldı. Oldu da. Tamam, bu tamaşa butacaksın ki. Hadi mama butacaksın diye bana verir misin? Tamam. Oldu da. Tamam da jaksı. Diye bana verir misin? Tamaşa. Senin kolundan ileri diye verelim. Kalpırağımız gelesiye okuşlar. Akıllı okuşu. Senin kolundan ileri diye tahmin veremiz. Sebebi elde isteyimiz gerek. Kalpırağımız gerek baldan. Akıllı okuşu. Evet. Okuşlarımızda yeni okuşlar. Korkuzal. Kırpının bulma sürü uzaktava yeşil su. Al buzum ayı kaptay. Kırpının, kol kaçamız. Kırpının ömür sürü Bulma sürü uzaklığı neçe yıl ekan? 5 yıl. Suraqqa to'liq javob beramiz. Muhtasham, o'tir, yaxshi. Mana bu. O'rtada 2-3 top qani. Birni olib ko'ringchi. Sizlar hech qanday bo'lmaydi. So'nggi surak qoldi, o'zim o'qib jibering. Kirshi qay jonivor to'g'ri sotadi? Mana top qanday surakda. Mana top aytasiz. Kirpi qay jonivor to'g'ri sotadi? Javob bering tez-tez. Roman izleyip roman izleyip. Javayı. Javar toprağa satan ki neredeyse arayın bir upay aldırlar, çevresiler, çevresiler. Şimdi bu жерде biz bir сұраққа жауап бердік. Асықтарды қоржынға жинау арқылы бүгінгі сабақтан алған нелеріңізді, көңіл күйлеріңізді білдіресіңдер. Аламыз, тез аламыз. Қоржындарды. Кім қаншалықты түсінгені, сол қоржындар арқылы не істейді? Өзінің ойын білдіреді. Мұнда жерде өте жақсы түсіндім дегенге салғанада, бүгінгі сабақты өте жақсы түсінгені, жақсы түсінгені, жазбайсың ештеңе. Тек қана ана қоржындарға, кім қаншалықты түсінгенін білдіру үшін тек қоржындарға не істейді? Қасықтарды салады, жайлап келіп саламыз қане, әркім. Келеміз жайлап келіп саламыз, шуламаймыз. Өте жақсы түсіндім, әлі де өзгеріп керек. Жайлап салдар, жайлап бір-бірімізді. Жарасына бәрі орташа түсінген болып тұр. Күш саламыз, сабаққа өте жақсы қатыстық, барлығымызда жарайсыңдар. Келесі сабақта осылай қаламызды жалғастыра. Барлық топ тапсырмасын орындады деп ойлаймын. Және бүгінгі сабақ барлығымыздан сияқты, себебі өте жақсы түсіндім, және жақсы түсінуге алдық барлығымыз. Жарайсыңдар. Оқушылар кірпі туралы жұмбақ жасырып береміз, жақсы ма? Келесі сабақта кірпі туралы жұмбақ жасырып бір-бірімізге айтатын боламыз. Жақсы ма? Жұмбақ жасырып береміз.